1/1 есеп алгебра 10 сынып. Теңдеудің барлық шешімдерін көрсетіңдер дейді. Бізде бірінші x, y-тің орнында, яғни мәндері 0-ге тең болған кезде теңдік орындалады шешім болады, немесе y 0-ге тең болмаған жағдайдағы барлық шешімдерін анықтайтын болсақ, берілген жазамыз, сосын y квадратқа бөліп тастаймыз. Яғни жазып шығам x квадрат бөліміне y квадрат жаздым. Азайту x 6xy бөлінген бөліміне y квадрат плюс 8y квадратты y квадратқа бөлеміз. Сонда y квадрат пен y квадрат қысқарып кетеді. Y квадрат квадраты мен y-тің өзі қысқарады. Және бұл жерде жаңа айнымалы енгіземіз, белгілеп аламыз. X бөлінген y-ті біз тең t-ға деп аламыз. Және x бөлінген y квадрат бізде t квадрат, азайту x y-іміз бізде t, t белгілеп алдық. Плюс 8 тең 0. Енді біз дискриминантты табамыз. 6-ның квадраты 36 минус 4ac, яғни a бізде 1-ге тең, с 8-ге тең. 36-дан 32-ні азайтатын болсақ 4, t1, t2-міз сәйкесінше мәндерін табамыз. Яғни 6 плюс минус 2, яғни түбірасты дискриминант бізде 2-ге тең ғой, бөлінген 2a. Яғни 6-ға 2-ні қосамыз 8, 8-ді 2-ге бөлетін болсақ, бірінші шешімі 4, одан кейін 6-тан 2-ні азайтатын болсақ 4, 4-ді 2-ге бөлетін болсақ 2. Ал енді бұл жерде t1, t2-ның мәнін таптық, одан кейін x бөлінген y тең t, енді t-ның мәндерін қойып жазамыз. X бөлінген y тең, бірінші жағдайда бізде 4-ге тең болды, және осы жерден x-ті табамыз, x тең 4y-ға. Екінші жағдайда бізде 2-ге тең болды. X бөлінген y тең 2, яғни x-ті табатын болсақ тең 2y. Мәндерін жазатын болсақ 4y бөлінген y болады, яғни бірінші x жазылады, одан кейін y жазылатын еді ғой. X-тің орнында 4y және y-тің өзін жазамыз. Бірігу 2y, екінші жағдайдағы x-тің мәні 2y және y-тің өзін жазамыз. Егер y тұрақты санға шама болатын болған жағдайда 4c, с және 2c, с деп жазып алуға болады. Немесе дәл осылай екінші есепті қарасаңыздар, дәл осылай өрнектеп келіп, x-тің мәнін бірінші жағдайда және екінші жағдайдағы мәндерін жазып қалдыруға да болады. А, так, Б. Жауаптары x тең 4y, x тең минус 6y. Одан кейін В. Дәл осы жолмен x тең 2y, x тең минус 7y. Және Г. Жауап x тең 1/3-2y және x тең y болған жағдайда.